Достар, әлеуметтік желіде тараған мына видео оқушылар арасында буллингтің қандай қорқынышты деңгейде екенін көрсетіп жатыр. Көріп тұрғанымыздай, бір топ баланы туалетте тізіп қойып, жоғары сынып оқушысы төменгі сынып оқушыларды балағаттап, ұрып жатыр. Туалеттердің далада болуы және жалпы туалеттің жағдайы өте қорқынышты дәрежеде екенін көруге болады. Ал бұл проблеманы осыдан бірнеше жыл бұрын түбегейлі жойдық деп оқу ағарту министрі мәлімдеген жоқ па? Көріп тұрғанымыздай, туалеттердің сыртта болуы, қараусыз болуы оқушылардың қауіпсіздігіне төніп тұрған кәдімгідей үлкен қатер. Оқушылардың барлығы кім екені анықталды және олардың ата-аналарына айыппұл салынып жауапкершілікке тартылды. Бірақ мына жерде өте маңызды сұрақ туындап жатыр. Ал мектеп директоры, сынып жетекшісі, мектеп психологы, аудан бөлім басшылығы және облыс білім басқармасы қайда қарап отыр? Туалеттердің сыртта болуы, әлі ішке кіргізілмеуіне кім жауапты? Оқушылардың мектептегі қауіпсіздігін қамтамасыз ету кімнің міндеті? Осы тұрғыдан өкінішке орай біз ешқандай жауапкершілік арқалағанды көрмейміз, естімейміз.